Selam dostlar. Bugün sizlerge Türk halkının ulttuk tağamı pide dayındaytын bolamın. Aldымен atışımızға bir сай қасық дұрыс саламыз. Көз мөлшерінде секер, bir сай қасық тұз, жарты стакан су, жарты кесе сұйық май және жылы сүтімізді құйып, мұқият араластырамыз. Және ұнымызды салып, жұмсақ қамыр ейлеп, жылы жерге қоямыз. Ал енді салмасын жасаймыз. Үкістен өткізілген сәбіз, пияз, жасыл бұрыш қажет. Ең алдымен тавамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Және етімізді салып араластырамыз. Ендігі кезек тавамызға жасыл бұрышымызды саламыз. Және үкістен өткізілген сәбізімізді, тұзымызды, бұрышымызды, bir сай қасық томатымызды салып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды осылай сопақсай етіп ейлейміз. Қалыңдығы 3-4 мм-дей болу керек. Жайылған қамырымызды қайық тәрізді етіп осылай бүреміз. Дайын болған қамырымыздың үстіне салмамызды салып, жайып сығамыз. Оның үстіне үкістен өткізілген сиырымызды салып, 180 градуста 20-30 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандай пидеміз дайын. Ас болсын.